Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 107-ші сабақ, 17-ші жаттығу. Ертегіні оқы. Ертеде. Бірнеше жыл бұрын су жоғалып кетіпті. Құстар шөлден қиналады. Ағаштар қурап, гүлдер солып қалады. Шөлдеген құстар желден көмек сұрайды. Ал жел күнді көмекке шақырады. Күн өзендер мен көлдердегі суларды қатты қыздыра бастайды. Су буға айналып, аспанда бұлт пайда болады. Біраздан соң жаңбыр жауа бастайды. Жер беті жанданып сала береді. Ертегі бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Бірінші сұрақ: шөлдеген құс неден көмек сұрады? Шөлдеген құс желден көмек сұрады. Екінші сұрақ: жел неден көмек сұрады? Жел күннен көмек сұрады. Үшінші сұрақ: жаңбыр қалай пайда болды? Жаңбыр будан пайда болды. Ертегідегі негізгі ойды анықта. Ертегідегі негізгі ой су туралы. Су болмаса не болатынын елестетіп көр және оны айтып бер. Су тіршілік көзі. Егерде жер бетінде су болмаса, барлық тіршілік иелері тіршілік етулерін тоқтатады. Адамдарға да, жан-жануарларға, өсімдіктер мен ағаштарға, тіпті жәндіктердің өзіне су ауадай қажет. Егерде су болмаса, барлық тіршілік иелері судан шөлдеп қиналатын болады. Сондықтан да сусыз өмір сүру мүмкін емес. Су, бу, жаңбыр, осы үшеуін байланыстырып әңгімеле. Су, бу және жаңбыр осы үшеуі үнемі байланыста болады. Мысалы, күннің ыстық әсерінен су қызып, буға айналады. Ал будан бұлттар түзіледі. Осы бұлттар топтасып, жерге жаңбыр болып жауады. 18-ші жаттығу. Мәтінді көркем жаз. Аспандағы ақша бұлттар бүгін ерекше әдемі. Біз бір топ бала жидекті тоғайға бет алдық. Сан алуан құстар сайраған тоғай іші өте көңілді. Сын есімдерді тап. Оларды сын есімнің негізгі және туынды түрлеріне ажырат. Мәтіндегі сын есімдер ерекше, әдемі, жидекті, алуан, көңілді сөздері. Негізгі сын есімдер ерекше, әдемі, алуан сөздері. Ал туынды сын есімдер жидекті, көңілді сөздері. Себебі жидекті сөзіндегі түбірі жидек бұл зат есім, оған ті жұрнағы жалғану арқылы туынды сын есім жасалыптыр. Көңілді сөзіндегі түбірі көңіл, не көңіл зат есімнен оған ді жұрнағы жалғанып туынды сын есімге айналыптыр. Шығармашылық үзіліс. 19-ші жаттығу. Мақалды тауып жаз. Балалар, суреттегі сызбадағы сөздерді дұрыс құрастырған кезде дария жанынан құдық қазба деген мақал шығады. 20-ші жаттығу. Ойлан, тап. Кішкентай Дархан көрген нәрсесін айтып жеткізе алмай тұр. Ішкі үйге бір құс ұшып кіріп, қайта шығыпты. Дәл соған ұқсайтын құс Сәуле апайдың ауызғы үйіне ұя салыпты. Дарханның көргені қай құс? Көмекке кел, сипаттап көр. Дарханның көрген құсы қарлығаш. Қарлығаштың
құйрығы айыр, бауыры ақ, қанаты ұзын, кішкентай құс. Қарлығаш адамның досы. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сол кезде кейінгі шыққан сабақтарды бірден көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.